айдай ашық, жұлдыз қандай қашық, ғарышқа туған жерден телмірем жандай ғашық. Я, түнгі аспан шақырады арман құсап, жұлдыздар жайып алдан құшақ. Сонда арман алыс дегенің ғой, игі мақсатқа тура жүрген жетеді. Арқалы ақын Сұлтан Махмұд не деуші еді? Мен балаң, жарық күнде сәуле қуған, ауылға күнді барып белді буған, жұлдыз болып көрмеймін елдің бетін, болмасам толған айдай балқып туған. Міне, білімге осындай мақсат қойып, табанды болсаң, жетпей қоймассың. Сонда арманда қол созым жерде болады. Сол білім кітапта. Шекспир кітап мен үшін тақтан да қымбат десе, абайдана пайда ойлама, ар ойла, талап қыл артық білуге. Артық білім кітапта ерінбей оқып көруге деп түйеді. Әрине, оқысаң ғылым қорын білімің асар, көңілдің кіршік басқан көзін ашар. Сонда алынбайтын қамал жоқ дейсің ғой. Сөзіңнің жаны бар, білім қамалын бағындырып, ғалым болсам, жанал қашсам, қандай керемет, я? Ғалым болмай немене, балалықты қисаңыз, болмасаң да ақсап бақ, бір ғалымды көрсеңіз, ондай болмақ қайда деп, айтпа ғылым сүйсеңіз. Оның рас, біздің Ұлытау облысында ондай ұқсап бағатын ғалымдар да бар. Мысалы, 8 қырлы бір сырлы тұлға Сәкен Сейфуллин. Қазақ халқына ең әуелі оқу керек. Оқса көзі, көңілінің көзі ашылады. А көзі ашылса, айтпай-ақ, аңдамай-ақ, нұсқамай-ақ өзі көреді. Қазаққа оқу бұрын бір мәрте керек болса, енді 1000 мәрте керек деген. Не деген ұлтжандылық? Ал қазақтың қанышы ше? Ғұлама ғалым Қаныш Сәтпаев соғыстан кейінгі жылдары елдегі ғылымда жүрген адамдардың басын қосып, Қазақ ғылым академиясын құрды. 1946 жылы ашылған ғылым академиясының алғашқы президенті болып Қаныш Сәтпаевтың сайлануы кездейсоқтық емес. Я, әсіресе Ұлытау аймағын түлеткен, гүл еккен Қаныш атамыз аса көрнекті ғалым ғана емес, жан-жақты тұлға. Қаныш атамыз Англияға сапарында әйгілі Уинстон Черчилльдің "Қазақтың бәрі сіз сияқты бойшаң ба?" деген сұрағына "О не дегеніңіз, Черчилль мырза? Мен қазақтардың ішіндегі ең кішкентайымын. Халқым менен де биік" деп жауап берген екен. Қандай қарапайым. Биыл сол Қаныш атамыздың 125 жылдығы. Дұрыс айтасың. Сәкеннің, Қаныштың сара жолын жалғастырған филология ғылымдарының докторы ғалым Серік Қирабаевты, техника ғылымдарының докторы академик Өмірхан Байқоңыровтарды кім білмейді? Әйгілі Оксфордта дәріс оқыған тұңғыш қазақ физигі, ғасыр адамы атанған ғалым Темірғали Көкетаев, медицина ғылымдарының докторы, академик, тағамтану академиясының президенті Төрегелді Шармановтармен мақтанамыз. Қаныш данамыздың өз елінің қаратасын мақтан ете алмаған, өзге жердің алтынын да мақтап жарытпақ емес дегені есте. Олай болса, білім бәйгесінде 100-ден жүйрік, 1000-нан тұлпар шыққан, талаптың тұлпарын мінген мына үздіктердің арасынан келешекте ғұлама ғалымдар, ойлы оқымыстылар, мықты мамандар шықпасына кім кепіл? Оның рас,
жаңа Қазақстанның кемелді келешегі біз осында отырған бәріміз. Аса мәртебелі президентіміз Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың мына пікірін әрдайым жадымызда ұстауымыз керек. Біз озық ойлы ұлт ретінде тек қана алға қарауымыз керек. Жалпы ұлттық құндылықтар бәрінен жоғары тұруға тиіс. Еңбекқорлық, Білімпаздық, кәсібилік, ынтымақ, жанашырлық, іскерлік, бастамашылдық, адалдық, қарапайымдылық, үнемшілдік. бұл нағыз отаншыл, адал азаматқа тән қасиеттер мен құндылықтар. Мен жан басам лапылдап, Сен жан басаң лапылдап, Біз жан басар лапылдап, аспан қалай ашылмақ.